Ассалаумағалейкум достар. Бұл мен. Бұлай видеоны былай бастаған зор кетеді деген, ә? Алдыңғы видеода саған не ғой? Алдыңғы видео болғанда қалай ма? 5 минут бұрын аяқтадым ғой видеоны. В общем, келесі видеоны сразу бастап кетіп жатырмын, короче. Просто алдыңғы видео үшін 1 сағат па болып кетті сосын. Ема 1 сағат болып кетті видеоны аяқтайын құрсын. Ары қарай келесі видеода тірліктер жалғастырамыз деймін. В общем, мына үйдің стройкасын бітірдік, короче, алдыңғы видеода, короче, осындай күшті үй шықты, в общем. Тат мен главный керек заттарын алып. Так, маған ер тоқым керек. Так, жіп керек. Алма керек. Так, компас керек емес особо. Так, все, короче. Так, мен ары қарай бірінші лицомен ойнайын ғой да. Қоп қойын. Кеп болады, жауға шыққанда. Так, все, в принципе. Қыпыртпай жүр. Тәтш, мен ламамен қоштасып кетейін. В общем, тат, мен үйімді до конца көрсетіп жүрейін. Үйімді көріндір ау да, сыртынан қалай көрінеді? Сыртынан бір көріп жүрейікші сыртынан. Өйткені мен қатты жүгірмей тұр. Шаршап тұр ма не? Қарын ашып тұр екен ғой, сорлым. Бәсе қатты жүгіретінді басып жатырмын. Сыртынан қалай көрініп тұр? Ема зор көрінеді деген, сырттан қарағанда. Ішінен бірақ бір түрлі менің үйімше. Ема мына жақтан қарайықшы, мына жақтан виді зор ғой. Мына жақтан ішінен қарасаң да, сыртынан қарасаң да зор көрінеді шығар. Ішінен қарасаң енді 15 па 16 ма терезе тұр ғой. Точ, қайда кіріп барады ғой, ма? Золушка болып бек көз. Мына жақтан зор көрінеді деген, ема не деген. Бірақ мына жерін бүйтіп қойып қою керек негізі. Ладно, сыртынан кім қарап отыр? Өзімнен басқа ешкім қарамайды. Мына ары қарайды. Бірдеңе деп отыр. Жоғам, үйім қалай? Давай онда. Так, все кеттік онда. Так, керезаттардың бәрін алдық қодан. Керезаттардың, так. Ақыры кетіп барадыр қой жолға, бәрін алып кетейік та. Өліп кетсек. Мынаны алып кетейік, может, блок керек болып қалар. Все, тағы қайда сандықтан біреді. Үйдегі сандық бар ғой, онда да керезаттар бар ғой осы. Мен үйге кіретін жол мұраматы өзіме ше, кішкене сәл бір. Сандықта. Бұнда керек түк жоқ екен. Тат лама жейт шығар мұнда айтпақшы. Лама жеймеген біз дұрды. Төк. Хоп. Все кетті. Так, қант қамысы. Жемейсің мәні? Жемейсің мәні? Алма жейсің ба еле? Дым жемейсің мәні сонда? Мына бүйтіп. Еле жіберейін ба босатып? Просто лама ұнайды да ше, баққым келеді бірақ. Өзі менімен бірге тұрғысы келмесе не деп бағам ғой? Ладно, кете берші. Может, солай болу керек болған шығар, екеуміздің жолымыз бөліну керек шығар бірге тұра алмайды. Мен, в общем, жылқы аулап келем, если осында әлі жүрсең, в общем, қора салып, в общем, бақыт болып, в общем, тамағың беріп, өмір сүріп кетеміз. Болмаса, бұйырмаған ғой, короче. Екеуміздің жолымыз екі жаққа бөлінсін, короче. Еңді өлтіріп тағама безавит енді, ондай болып тұрады. Сөндірдік жайма, қуады екен ғой. Мен мына жақта сапарға шығайын деп жатырмын ау демейсіңдер ма сендер? Так, кетті алдында. Үйдің алдынан сапарға бастап кетейік. Тамақтың бәрін алдық па осы? Тамақтың бәрін алдық па біз? Алдық, короче. Алмағандарымыз ламаға, короче. Так. Бүйтіп қояйық. Все, короче, ең керек заттарды. Так, бүйтейік. Хоп дейік. Так, қолымызға қылыш саламыз. Керек заттарды қойып қойшы ма өрге? Өртейтін керек, мысалы, компас. Компастың не керегі бар? Компас тұра берсін, ладно. Как будто шынымен шығып баратқан сияқты жүре берейікші. Типа компасты бір түсінетін адам құсап жүре берейік. Так, кроваттың не керегі бар? Кроват керек емес. Так, керек болып қалады, по-любому. Все кетті онда. Екінші жолға бар ғой, екінші жолға бірдеңе ұстап алайықшы. Компас ұстап алайықшы, как будто бір шынымен шарит ететін адам құсап. Точно F1-меді, былай не қылатын, ол все кетті. Ойбай. Қылмай. Все, короче. Алыс сөзі жолдармен. Кең. Тот. Алыс сөзі жолдармен дық па? Мен шешіп шығар, правильно дәміз көріп тұрсын. Все кетті. Shift бет қытырылмайды. Персонаж. Так. Яқта бір сандық-бандықтар жоқ па екен. Жота ше? Қате направлениеге кеткен сияқты. Мен Арктика жаққа. Таза Арктика ғой ма? Жылқы болмайды ғой мына жақта. Ладно, бұйырған болар мүмкін. Басқа нәрсе күтіп тұрған шығар мен.
Алсыз жолдармен тәтті бірдеңеден компас қайда қарап тұр? Компас артқа қарап тұр. Компас сонда үйіме көрсетіп тұр ғой мен. Нормально. Үйге қайталамыз короче. Компас жол көрсетеді үйге қарай. Алсыз жолдармен тәтті бірдеңеден мына ұрса бірдеңе ала ма? Ұрса жүрек шыға ма немене? Психопат па? Ойбай. Так, F5. Мына жерде до конца кетем ба не өйстіп мұз болып. Мұздан шығып алатын жер бар ма? Қылышым қайда мен? Сындырайықшы жолды. Сындырып ода болмайды даже. Ладно, короче, былай барасақ. Алсыз жолдармен точно мына жаққа қойып жеттік. Осы жаққа барайықшы. Кеттік. Наузет. Мына мен нем жейді ғой мыналар. Лама жейді ғой. Ламинария ма бірдеңе мынаның аты. Ламинария, лама жейтін заттар ғой мынау. Болды онда, басталды ол. Так, қытырылды бассам былай дейді да. Қытырылды бассам былай дейді. Қытырылды баспасам алай дейді. Тіршіліктер көрініп бастап жатыр ғой. Мына сол жақтан басып кетейік. Ана зат крипер ма анау? Кактус пен. Жота ше. Мен неге алдыңғы видеода 40 минут бойы үй салдым. Негізі сразу шығып кетуім керек саяхатқа. Мынаяқтан бір бұдан да күшті жер тауып алсам, сол жаққа тұра қоятын. Так. Вот кемпір ма не дейді? Кемпір болса емес. Саңырауқұлақ қой мынау. Саңырауқұлақтар әлемі, короче. Ох, ема, чё за наркоманский сиырлар? Өлтірсе не берді? Жаңа рецептер ашылды бірдеңе дейді. Болды. Мен түсінбегем. Нәрді тек осындай сырлар жөйім, а? Қандай жерге келдік өзі? Бекер өген сақтымыз мына жаққа. Мына жерде кішкене тіршілік бірдеңелер. Анан қара. Кітірілмет қалай жақындады. Так, алтын бар. Бриллиант па? Жоқ, алмаз емес. Не обманка. Точно менен құлақ көтейік. Точно мына ағаштар неме екен? Құнарлы ма екен? Берет жарсық. Жаңа рецептерге көз жүгірсіңіз дейді. Тач, мен ема кроватты неге алып кетпедім осы? Кроват алып кете салу керек еді? Кроватты қайдан топ тұрем енді мен айтылады. Ладно. Қателік, келесіде саяхатқа шыққанда кроват ұмытпайтын боламыз деді. Есі мен Майнкрафттан да видео салған кезде келесі видео біраз уақыт күтіп қалып атсыңдар да мен ренжімендірем, а? Мен Майнкрафт арасында түсірем, бір 2-3 аптада бір рет. Сондықтан өйтіп күнде видео шығады деп ойлап қалмаңдар. Болды ма осы арал ма? Осы үшін келдік па? Онда келесі аралға кеттік. Келесі аралда не бар екен? Негізі мен қате жол таңдаған сияқтымын. Немен барам деп ше? Аталайды, кемемен барам деп. Тып-тыныш бір жаяулатып ар жаққа кеткенде болар еді. Бірақ болды уже. Шегінген жолдан бірдеңе дейтін мақал бар еді. Бірдеңе демей негізі сол мақалды аттау керек. Неше сиыр ма? Екі қайда? Екі.
Mal eкен дегенше әлмене өздерің бол. Оқиым анық сөйт жатып қой. Сөйт жанып тұр ғой деп сразу жүгіріп барып өліп қалмайық біз. Мына жақта бас шу. Мына жақта может бірдеңе тұрған шығар. Сөйт жанатын жерге барып алып, обратно қарасам мына жақта бірдеңе тұрған болып шығып. Ладно, сөйтке сразу бара берейік сөйтті. Бабы болса да бәрі жақсы. Ойбай-ай. Мынаны жеп так, все кетпе. Так, қылышымызды ұстап алайық. Наготове жүйік. Мен жылқыны қайдан табамын ей, мына түрмен. Ламинария ма? Ойбай! Не болды? Что за прикол? Бірден таң қате қалды ғой. Ай ғой, бірден таң қате қалды әйтеуір. Не болып жатыр өзі? Қаршы, мына ер, не өзім? Неге алып келдіңдер бұл жаққа мен? Ауышты бақ. Что за прикол ма? Мына ойына келген сәт. Қой бәрі сен олақ қойсын. Ойбай, микром. Ема! Қаш. Что за прикол мынау? О? Ламаның тамақтары ғой. Лама үйде күтіп тұрмай келмен, кетіп қалды осы ол бала. Бірақ мен түсінбедім, что за прикол екен. Тамақ жеп көтеріп алайықшы. Күрек ұстап жүреміз өзім. Бала сауған жаққа кете бермей. Ладно, бала сауған жаққа кете берейік. Менде 2 ақ нан қалды. 2 нан қалды. 4 алма қалды. 4 алманың біреуін қалдырып қою керек жылқыға. Жылқы кәз бармайым деп қалса картоп қой. Осында қалам десе прикинь. Үйге болмайды. Не керек бар онда? Так, дұрыс, мен неге май шамақ бітпедім үйден бірі? Жанып тұратын. Так, мына астында заттар. Судың астында заттар сенбейтін болдық құрсын бәрі есін алып. Судың астында біріне жанып тұруға бартып соқ құрсын. Сөйтсем, не екен ғой? Тозақ екен ғой. Жода мен үйім, хотя о жоқта. Үйге, мен осы выживание бастаған кезде ше, оборот кеткен бала кетті, сразу портал ашып. Негізі жайлап бір жерден бір үй салып, там туда-суда жылқы тауып, тіршілік жасап жүру керек едім ғой. Салысымен портал ашып. Үйде ол порталға бір ақ рет кірдім. Ладно, 2 ақ рет. Екіншісі бірақ ұзақ болған жоқ. Негізі мен ағай ұлдар бар ғой. Ағай ұлдар ғой, өмірде мұндай емес қой, білесіңдер ма? То есть, типа, бүйтіп қасында жүрсең бүйтіп жүрмейді ғой. Так, жодан? Ох, ана еріп атыр. Өртенбей ме? Өмірде өртен етсақ керек. Болса да бәрі жақсы. Қайта кетіп қалдық біз өзі. Барса келмеске кетіп қалған сияқтымыз ғой. Реал келместе табайық енді. Түсіндір ме? Прикол ғой, барса келмес, реал келмес. О, ет бар екен бізден. Піскен балық бар. Так, балықтан бір табайық. Кетті жүрдік қой, баян жетіп өтіп өттік. Обе.
Ойбай. Ойбай. Полезем оқ. Лесіне аулақ. Так. Все кетті. Ойбай. Бәлем бәрі мына жақта екен ғой, бәлесін аулақта жүрсің. Екінен бар, короче. Екіненнен бір жылқыға дейін аман есен жете аламын ба екен? Негізі жылқы тауып алсам болды ше, обратно келетін жолда. О, қоян. Қоян олы жіберші. Қояннан ет шыға ма? О, қоянның еті бар. Кайф. Все. Плюс тамақ. Так, мынандай лава қызық емес бізге. Лава, потому что менің порталымда жетеді. Сол жақта портал бар, сол лавада. То есть, сол жақта лава жетеді деген, то есть. Негізі ше, логично ойланып барасың ше. Қар жауып тұрған жерде жылқы жүре ме екен? Қар жауып тұрған жерде. Өмірде по идее Антарктидада жүрмесе де, әйтеуір қар жауып тұрған жерде жүреді ғой енді жылқы базар. Ол да тіршілік иесі ғой. Қозыға туған күн. Қозының несі қандай еді? Қозыға туған күн сиырға да туады дейтін бе, бір мақал бар еді ғой. Енді бір жануар жүрсе, басқа жануарлар жүреді ғой, базар жоқ. Мен что-то түстім ау деймін тұзаққа. Ойбай, мен өз-өзімді өртегенім ше. Мәш! Умай! Мен жындымын ғой мен. Уф. Түнді ше аман есен өткізіп аяқшы бә. Алман жетейш. Так, кетекші, короче. Все. Уф. Все, короче. Аман қалдық. Нормально. Бәрі паттан тұрайын. Так, менде 4 ағаш бар ма еді? 4 ағаш қайда? Үстіге шығамын. Так. 2 ағаш жұлам да, үйге қайтып көрем. Не болып кетті өзі. Так. Все, короче. Верстак. Так. Ей! Бәшіш. Қанша жер бар, сол жерге бар ма? Мен үйіме келгеніз. Үй емес қой енді базар жоқ. Уақытша үй ғой енді. О. Так. Что-то выживание. Новый жерде выживание бастап кеттік ма? Менде не болып кетті өзі? Новый жерде выживание бастап кетті ма менде? Знаешь, керек емес не бар. Давай, короче. Тоже давай. Все, короче, кровать бар бізде. Так, верстак. Верстак қоя тұрамыз. Так. Все. Так, давай тастаймыз. Так, ағаш керек емес, ағаш. Жебе бар бізде. Жебе, ладно. Өртенбейді. Так, давай. Так, тағы не бар пісіретін? Мынау бар пісіретін. Бол ғой. Аса қоятын, мынан қойып жүріп астан. Все, короче. Все, аман қалдық, короче. Мен просто алманы құртқым келмей тұр ше. Алма, қазір жылқыға керек болады да. Неғып шұбыртып жинап ағам. Кетші бар. Окей. Так. Бізге нет. Так, бізге не керек? Бізге мынау керек негізі ше. Так, бұған қоятын не бар? Кеме керек өзіме. Есікті беріп жіберейік. Верстак негізі тоже алып кет. Верстак емес. Верстак не үшін қолданамын? Кровать жасау үшін қолданамын ба? Бір ұйықтап тұрған. Керек мынау. Ішіндегі етін алып алайық. Все тоже. Все, короче, дальше басталып. Дальше кете береміз, короче. Так, кейін керек заттарды қоймайын. Так, ақ жүн, қылышым. Мынаны қоя тұрақ пока что. Все, короче, кетті. Так,
Қосым тастайын. Тауып маған тағы бір қой өлтіру керек еді. Қойлардың бәрі қайда кетті? Все. Так. Үшеу. Так, шейкеттен біреу бар. Все. Так, жылқы аулаймыз кетті ал. Так, біреуін жеп жіберейін. Все. Нормально, аштан өлмейміз. Айлабы, бабы, болса да бәрі жақсы. Мынау натуре новый жердегі выживание болып кеткен жоқ па? Жаңа жерде выживание болып кетті. Мен жылқы іздеп шыққан адаммын. Жылқы іздейін деп біраз жерге кеттім ғой. Так, мен жылқы көрмегенше өйсіп жүре берсем, мен адасайын деп тұрмын ғой. Так, жылқыны қайдан салып көремін? Маған жота ше. Так, өзім үйім табудың өзі қиын болып кетті ғой енді. Тезірек жылқы табайық. Короче, мына оң жақтан жылқы табам, екі келген жолмен обратно кетем. Все, мына аралға кіреміз, короче, жылқыны іздейміз сөз. Еба, бір жылқы үшін. Сонша ат тірлетіп алып келдім ғой жылқыны. Еще үй жақта ламаны хорошо что босатып кеттім. Ну, енді Майнкрафттың логикасы бойынша өлмейді ғой ешкім аштан, жануарлардан ше. Бірақ сонда да енді лама өйтіп. Былай тұрып қалмасын. Деген кішігірім ой ғой біздікі. Окей. Осы. Негізі лама бағанбады өлі менше. Бірақ ертең жылқы болады, лама болады. Негізі ламаны бар ғой. Нормально. Кейін кезде, если аулада жүрсе бағам, если кетіп қалса, уже болды, басқа жақта жүрсе. Бұйырмаған лама болып тұр онда. Так. Неге тезірек алып кетпейді кеймен? Ух, ема, ит. Так. Ит. Родной. Сен басың жасай ма? Екі сүйек жеп қойдың ғой, Еба, екі сүйек жеп алдың ғой. Лақават етіп кетті мен. Екі сүйегім жерін жеді. Жүрек шықпады бірақ. Қорынып қалдық, короче. Тач алма, үш алмаға. Емака жылқы сенбей қойса бәле ғой айтпақшы үш алмаға. Жылқыға негізі бір алма жетеді ма деп ойлап жүрсем мен, ойланып қалдым, мына ит не істеп кеткесін. Итке екі сүйек жетпей тұрғанда жылқыға үш алма жете ме екен? Жылқы кішкене не жануар ғой бір. Мысалы өмірде ит бағу оңай ғой, жылқыдан қата ше. Негізі иттер негізі андай ғой енді, по-любому ше. Иттермен онша қатты араласпайды екен, бірақ ит баққан кезде әрмен араласып кетесің сразу. I love you, baby. Тач, мына жақта жылқы бола ма екен өзі? Жылқы болу шансы бар ғой, аз, бірақ нөлге тең емес дейтін бар еді ғой. Бір жылқы табам ба бүгін? Жылқы табарын табам оу. Обратно үйге апарам ба екен, а? Үйге апара алмасаң бәле ғой, жылқын тапқанында не пайда? Осы заттарым жоғалып кетеді ғой, мен естеп нәқті жүріп арам ұрып кетсем. Нәққа үй салып тейініз, а? Бірақ негіз тапа істеу керек еді, тапа. Телепортация істеу керек еді, ойбай, қарам. Телепортация істеу керек еді. Бірандай бір. Сондай моды бар ғой Майнкрафттың типа выживание қараланшы. Бірақ олай қызық емес болып кетеді сияқты. Кішкене бір, андай бір реалистичность азайып кетеді сияқты. Сен үйіңе бір қонақ басып үйіңе шығып, сөйтіп жүрсең қызық емес істеу ғой сәл-пәл. Негізі маған қойлар керек еді. Қойдың еті керек. Так, еті керек, родной. Сенің де етіңді алайын. Ет. О, екі еттен шыға ма не еще? Ладно, сен жүрші. Сен басқа қойларға мен жайлы айтып жүресің, короче. Болса да бәрі жақсы. Так. Сол жерде тамақ пісіріп жүрейік. Жатта тамақ пісіріп білетіндер бар ма? Десем бәле ол да. Тамақ пісіріп білген жақсы ғой негізі. Так.
Майнкрафтта емес, жалпы былай өмірде деп жатырмын. Майнкрафтта бәрі тамақ пісіріп жейді ғой. Так, давай мына жерге метка істеп кетейін, типа бұл жерде мен болдым деген сияқты. Өтірік метка емес деген. Просто керек емес заттарды қойып. Ема, не деген метка мынау? Өмірде осындай метканы көрсең шошып кететін сияқтысың ғой да? Мына жерде біреу өлген ба деп. Так, біреуін қойып тастайық. Негізі уақыт менеджментті әдемі істесем мен ше, мына қараң қазір. Мына жерге біреуін қойып тастаймын. Мына жерден точно уақыт менеджмент әдемі істеп алдым да қойдым. Вообще нашар істеп жатырмын мен негізі. Да, негізі бір ағаш, 4 ағаш болу керек қой, верстакпен істеп ше. Точно мен артығымен ағаш жинап алайын ба? Жақын жерде ағаш жоқ екен, ладно, бері маған ғой. Так, все, мына соңғы ағаш. Так, піскен етті қойып қоямыз. Так, мына ең керек заттарды жоғары қойып қояйыншы. Мынаны қойып қояйын, компас, допустим, так. Жіп обязательно керек, жіп біреуін қолыма ұстап жіберейін. Так, алма керек, ер тоқым керек. Так, топырақ қабық біреуден қашқан кезде керек болады. Все, по-идее, нормально болды. Все. Так, ішіндегі заттарды алып алайық. Все, кетті жүр. Все, жеги, кемем қойды мен, кемем. Все, мына жерде мен болды деген белгі, короче. Жылқы іздеуге кеттік әрі дальше. Бес етім бар, бес етпен ағаш қамайын ғой. Мынау мен келген жер ғой мана. Жоқ. Лава тұрса сөйтіп ойлайтын болдық қой. Достар, в общем, жылқы іздеу операциясы жалғасып жатыр, в общем. Мақал айтам ба деп отыр едім жылқы тапқан кезде. Жақсы тай атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер, мұрат, в общем. Сәкен не қылар? Ема! Превью қойын ау! Барлығыңды алып кетер едім ше, барлығыңды алып кетер едім. Ема! Мен бар ғой, қай жылқыны алатын түсініп тұрған шығарсыңдар, ә? Қара жылқыны алып кетемін енді үйге, екеуі семья болып бақыт өтіп кетсін деп. Негізі, мына жылқы ғой мен көзім түсіп тұрған. Атын ақ бозат деп, дефолтыны өйтіп, бәрі қойып атқан атпен емес. Бір бөлек ат қылам ғой бір. Қалай айтсам екен, бір болады бір. Атын кім деп қойсам, атын Каге деп қоймасам ше. Үйге біреулер келгенде аты кім дегенде Каге десе, Кагесі не істеп қалатындай ше. Родной, жақсы көріп қалдың ба? Так. Все, родной. Дой, родной. Все, так, жіпке, так, мына роднойды байлап кетейік. Мынау жақсы ма, или сүрегі жақсы ма? Ема, слишком көп жылқы шыққан. Вообще жылқы шықпай жүр, и бір кезде толып жылқы шыққан айдан да. Так, мына қап-қара да, слишком ше. Афроамериканец мынау. Так, мынау дефолтны. Так, мынау... Ема, негізі өмірде осындай жылқылар қит, көбісі осындай болады, жылқылардың. Көбісі осындай болады. Тепі Рональдоны көрініп тұрсыншы. Үстім деген қалай шешім. Ладно. Так, мына алып кетейік онда. Родной кетті жүр. Так, 2 жылқы ұстап алуға болады ма өзіммен бірге? 2 жылқы ұстап алуым көп тұрады. Так, тағы бір жауап. Так. Екеуін қап-қара қылып не істейм, бірақ, бірақ қап-қара алып. Все, екеуін кеттік, жеге. Все, домой. Все, ура. Ема, ойлап едімше бүгін бір. Ема, видео кетіп атқанда бір жарты сағаттай ма болды ғой ше. Ема, бір қайда кетті деп жүрмін ғой. Ема, тұр. Что-то жеге бітеміз, короче. Бітеміз. Так. В общем, екеуін де қап-қара алып бекер алып баратын сияқты негізі. Біреуін түрлі түсті қылу керек негізі, ауылдың популяциясы көбейсін. Так. Наяқ, ема, мұлар нағыз жылқылардың жері ма немене? Нағыз жылқылардың жері ғой ма? Нағыз жылқылардың жері ғой базар. Так, мен әрге үй салып алайын бір ұйықтап тұратын. Ойбай, қаш. Ема, ақ бозатым қайда мен? Так, көрпе. Көрпені қалай жасайдым? Ема, 3 ағаш керек екен ғой, ә? 3 ағашты қайдан топ бірім. Артық ағаш алып жүрмеймін, неге осы мен? Ойбай, крипер.
Еба, криперлар толып кеткен емес. Ладно. Кеттік, барайықшы сразу. Еба, толып кеткен емес мыналар. Неше крипер жүр маяқта? Точно, мына екеуін алып бәдім бә? Екеуін алып бәдім ма? Ойбай-ай, ойбай. Маған бір жерге кіріп ұйықтауы керек, маяқта бір. Нелердің де ауылы жоқ екен, бір. Нелердің де ауылы жоқ екен, бір. Оқ, нерде. Так, маған, короче, бүйту керек қой. Bir ағаш жинауы керек, кроватта. И ұйықтап қалу керек қой сразу. Ешақ па? Bazıları ешақтарға дейін жүр ғой маяқта. Так. Мен, короче, бүйтем. Так, мынау мен жылқым, короче. Так. Негізі ше, мен ема бірдеңе сияние. Севернейдің қазақша салайды. Северное сияние деп қазақша салайды деп айтсаң ғой. Қазақша салайды. Мен версак манияқта алып кетті, прикинь. Ладно, версак проблемасы. Версак проблемасы болсын. I love you, baby. Санда бәрі жақсы. I love you, baby. Менің ауылым қайда екен өзі? Компаспен қарап бара қоямын бұл көріш. Компас дұрыс көрсетсем екен мен ауылымды. Компас көрсеткен жерге барамыз деп. Менде идея болып тұр, күрек бар ғой да, бағана күрек бар. Нәрге үй сала салайықшы ба? Ба, нәрдің бәрі көпір немде. Все, родной. Мен-ка үй салып берем сендер өктетіңдер. Кірің. Кіре қойыңдар, крипер келеді, жейді, әтәт қылады. Крипер келеді да жақ қояды. Крипер келеді да жақ қояды екен. Таныш. Все. Әй, крипер жақ қоймаларды. Десең, бәле олды. Одағын сегіз болсын. Так, все. Все, короче. Мен мына жерде ұйықтауым болмайды ше, негізі ше. Мына жерде ұйықтасам не болады, айтайын ба? Мына жерде ұйықтасам картоп болады, потому что өлген кезде хотя дұрыс. Лучше өлген кезде осы жерден шыққан жақсы емес пе? Так, бүйтеміз, короче. Осы жерден бір ұйықтап тұрайық. Жегі маяқта бөлме қоса алайын. Бұл төсек болады да алайын. Все, бір ұйықтап тұрайын. Так, все, короче. Ойбай, кешір. Сәл, безейт. Бәріне үшпірсен, Так, короче, бітеміз жеге. План былай бізде. Так, бір жібімді дайындалайын. Кеме тұра берсін. Компасты қолға қойық. Короче, жеге. Екінші слайда. Көке, екінші слайда. Екіншісі қайда кетті? Так, мені бір жіп тұрды, я? Так, бірақ түйір жіп тұр, я, получается. Бір нан жеп бар. Так, ладно, короче, кеттік. Қайдасың? Ой, еба, сен бәле болған шығарсың. Кеттік, еба, не істеп жүрсің? Все, кеттік. Үйге қайту керек өш. Екінші жібім қайда мен, екінші жібім?
Ой, ема, мынау бармайым деп тұр ма сонда? В общем, бармайын деп тұрсың ғой да. Жай жүрейін ба, не істейін? Ладно, кеттік, короче. Бір жылғылын айырып қалдық. Нормально, зато біреуің ақ, біреуің қара. Ақпыз, сары, жасылмыз. Ағайын біз бәріміз жүре бересіңдер. Несі, үшеу болған маған да ұнамай тұрады со. Үшеу болса, сен ешкім кетеді деп ше. Так, бұны аралыма қалай апарам енді бұл екен. Еба, аралға қалай апарам ба тұр өзім. Кемеге сиям екен екеу. Так, кемеге сыймайды по-любому. Көке, өу, шық! Шық! На, жылқымызды өлтіріп алмайық жоғырсын. Шықшиш, өу! Әй, жырында! Мәшиш! Еба! Баш жасайым ананың. Саған мінуге ола ма? Мінгізбейсің ба? Алманы қайдан топ берем бұған мен. Радым кеттік, короче, жүректік. Кеттік, біздің аралға екеуміз аратын болдық, короче. Еба, анау неге шықпады өзі? О киім ба не? Базар жоқ ема. Мен өзі шығады екен деп тұрсам ба? Бәкеш. Болды, зато мынаумен өйстіп жіпті байлап ап бара берім, оптимистсің бе? Өкіл заттың жақсы жағын тауып аласың ба? Жақсы жағын тауып алған қалай несі? Мен ақ жылқы болған қалай өдім? Атын кагедек қойып қойдым мен өз. Атын кагедек қойып алған қалай еді? Ладно, ертең өмірде жылқы баққан кезде ақ жылқы алам да, атын кагедек қойым. Со кетті онда біздің ауылға қарай. Или ана аяққа барып ше, ақ жылқы алайын ба. Құрсыш, мына жылқымен біраз еба басында 3 жылқы болып бастадық та. Бір жылқыны өшін крипер жұтып кетті. Екіншісі мана көз алдарында суға батып кетті. Үшіншісі мынау енді. Болды, осымен өмір сүрем да конца кетті. Мүмкін бұйырып тұрған шығар, мүмкін осылай болу керек болған шығар. Осы. Ой. Бұйырып тұрған шығар болғанда ойнап айтып отырмын, мен сөйтсе прикол ретінде айтып отырмын. Негізі нені не істеп тұрсам алып келе қоямын ба, именно ақ түрі керек болып тұрса. Просто мына жылқыға бауыр басып қалдым да, мен ше уже қимай қалдым. Осымен кете берейік сөйтіп. Ауылға қарай. Зато жақсы. Ат терім бар. Ауылға барымда алма табамын да, короче, алмамен. Короче, 4-5 алмасын берем да, бағып оламын. Майнкрафттың логикасы қысқа негізі ма? 4-5 алма берсе бағып кететін болса екен. Былай бағып алмай тұрады да, 4-5 алма берсе бағып кетеді. Ладно, кеттік, ауылға қарай барайық. Бір жылқымызды алып. Так, 3 жылқымен бастадық, біреуін крипер жұтып қойды, екіншісі мана көзі суға батып кетті. В общем, осы қараң алды ғой. Просто ақ түрін қаладым да, менше басында ше, аппақ жылқы болса әдемі кетеді деп ойладым да. Сосын ладно дедім. Қара жылқы мен ақ жылқы, екі қара жылқы, бір ақ жылқы болып бағам деп үшеуін алып кеттім. Біреуін крипер жұтып кетті. Сосын ладно дедім. Ұйықтап тұрғасын уже екеуі ғана алған ғой. Сосын ладно, бір ақ жылқы, бір қара жылқыны бағып жүре беремін дедім. Потом ақ жылқым негізі Майнкрафтта кішкене опыт болғанда мен ойнап келгенде ана ақ жылқыны аман алып қалатын едім да ше. Негізі былай қарап тұрсаң, пайда астынан бүйтіп итеріп ауаға шығарып жіберсем аман қалатын еді. Бірақ өзім төбет етіп қалдым тәпел. В общем, осы короче. Осы қара жылқымен до конца өмір сүріп те енді. Мынаны ауылға апару қиынбайын деп тұр ғой енді. Негізі мен неге тау алыс жолға шығып кеттім. Естерде кейде қара бұлтайды бүктеген. Қара жылқымен қағып кеткен болай. Бұның атын кім деп қоямын? Ақ жылқының атын Каге деп қоямын деп оны өлтіріп алдым. Бұның аты Каге 2 болсын ба или? Каге болсын ба или? Каге 2 десе ше? Каге 2 десе как будто бір екіншісі кейін білініп тұрады ше. Каге десе уже біреу Каге деген біріншісі аты, Каге деген екіншісі фамилиясы сияқты болып тұрады да ше. Все ат қойдым бар жылқыға, аты Каге. Жоқ, Каге емес.
Kaka GG desem katı okuyor da. Kaka GG desem katı okuyor. Şimdi koyalım sen atını bak. Kuçuk da okuyorsun ama itki olayın ata. O nemeneş. Қорқпасай короче атын кім деп қойсам екен қарагаге деп қойсам екен несі ұзағат қойғым келіп тұрған жоқ ше ұзағат қойсаң бәледа просто так Kaç kompasқа да көрсетіп тұр өзі компас негізі дұрыс па үйге көрсетсем өзі компас көрсеткен жаққа барып әйтеуір үй жақтан шыққан бір аралдан шықтық қой әйтеуір тоқта сөйтіп тұр ладно сонымен кете берейік деші ағамыз барамыз ақты сары қарамыз үйге жеттік прикинь мына компас жақсы ма компастың мынандай пайдасы бар екенін білмеппін особо базар компас ойбай жаным ау тач ладно кеме табылар сен аман болшы немерем сөйтіп сен аман болшы немерем кеме алдындағы кеме ме алдыңғы видеода короче қаралы хабар дейтін бе не дейтін сүйіншіден антонима ғой в общем жеги Кагеден айырылып қалдық. Кагені танымайсыңдар ғой, сендер де бірақ. Таң сөл көрмедіңдер ғой Кагені. FS құлақ кеткен де. В общем, жеги. Мынау енді кім мен сендер. В общем, батып кетпеш, батып бері қарайыш. Батып кетпеш деп, оны түсіп кетпеш жеги. В общем, жеги. Мынау мен жылқым. Бейсеуін істеушінер ме еқті? Мынау мен жылқым ау. В общем, қарага емес. Ат қоймадым баға что. Комментке жазып кетіңдер, не ат қояйын сол. Сюда. Точно мен сендермен, мыналармен сөйлесіп, подписчиктермен сөйлесіп. В общем, деп қуып тұрмын мен. Мынау вообще компьютер. Майнкрафттың өтірік заттары ғой, мыналармен сөйлеспейді ғой адам. Енді тіпті видео түсіреді деген сайын, ютубер деген сайын қуып кетемін ше. Әлі тұрма не мынау? Бар, родной екенсің, базар жоқ. Мынау лама әлі тұр, прикинь, бұйырып тұр ғой мына лама дейтін ше маған. Болт лама. В общем, лама. Мен лама десе, лама екенсің. В общем, саған мынандай алып келдім лама. Дейсің бе? Өзің алып жеп ал. В общем, все, давай, ладно. На хаваре, короче. Мені главное. Не істеймін, короче. Сендер үй салатын материал тауып қайтайын. Так. Ағаш керек тағы да. Ғұмыры жеткізбейтін ағаш осы ше. Так, бір 100 десем қате болар, бір 10 штук жетеді ау. Ағаш не қылған жеткізбейтін зат осы. Ғұмыр ағаш керек деп жүрмін әйтеуір. Бір күні дамирді ма, досикті ма, шақыртып ағаш жатқызу керек еді. Бір 60 ағаш жинап беріңдерші. Өзің не дегенсің бір? Неше 4 ағаш? 4 ағашта бір алма, мен де алмаймын, сен де алма, сен досым, сен болсаң мен кеткен сен ғой ма? Все, 6 жетеді, короче. Все, бір кіргеннен до конца тұрамыз ғой шөле, короче. Так, бәрін жинап аламыз. Бүйтеміз, короче. 1, 2, 3. 12 жете ма, как будто жетпей атсақ? Жетпей, по-любому. Так. Аман десең кегенімізді айтам да мен, негізі жолда өліп, заттарым жоғалып, картоп жарамыз ба деп ойледім. Так. Пока что. Осы жерде тұра тұрың жеге жостық қылып салып берем әмі кейін. Сындыратын бар ма, кирка? Жеге осы жерде тұра берсіңдерші, пока что әмі кейін әдемілеп салып берем сендерге. Еркекше айтып тұрмын. Так. Ойлап қалмаңдар, алдап кетті деп. Келесі видеода ма, или осы видеоны жалғастырып па, әдемілеп салып берем. Пока что осы жерде амылдай тұрыңдар жеге. Әмі, түсіністікпен қарайсыңдар ғой енді. Ұнамай тұр ма, неме?
Жегіре алмайды мынада. Как будто ертең еріп кетеді сияқты. Сенім жоқ мынаған ше. Вообще сеніп тұрған жоқ мынаған. Так. Так, не істеймін. Всем наверге екеуін көтеріп ше. Потом. Нәрсіндірек та. Бүйте сақ. Немнан сындыры сақ. Все, осы әдем тұр. Төрт бұшты неге? Төрт бұшты несіңіз? Мұзға вообще сеніп тұрған жоқпын мен ше, просто. Ой, сенбеу керек зат көп сияқты мына жерде. Мынау жаман қорқынышты келген де. Мынау мен нелеріме, жылқым мен ламама тиіспей ме екен? Ладно. Ұйықтап тұрайықшы. Сара қараңыз. Терезеден қарап жүрейін, несі жылқы мен ламама тиісіп жатса, барып шешіпсен. Все, короче, ұйықтайық. Кездерде кейде қара бұлтайды. Так, керегіміз тұқтар. Так, мынау. Ағаш камера мынау. Кереміз. Так, тоже кереміз. В принципе, так, кереміз. Пешті үйге қоқып қойшы бір жеріне. Так, тоже кереміз. Так, тамақты кейін жеймін, короче. Так, ерте оқым тұра түсін. Так, тоже тұра берсін. Так, ағаш екіп пісәрміз кейін. Мынан қолға ұстап. Так, нормально. Так, давай, родной. Давай. Нахавари, короче. Все, керек заттың бәрін ұстап алдық. Все, короче. Осы заттармен пока что күн көре тұрамыз. Компас дейтін жақсы деген база жоқ. Мен негізі дәм бұсын ұстап жүрген ғой. Переза деген. Не істейінші? Сандыққа сақ қойыншы. Жолға шығатын кезде алып кету керек деген база жоқ. Компас болмаса қиын болады деген. Не істей жүрмін олар? Жайма мынанікі? Сүрзейінші бар. Үйге соқып кетейін. Мында. Мына жақсы ағаштар ма. Так, мынаны бүйтейін. Так, мынаны бүйтіп қойып қойын. Түші. Көке? Жайшылық па? Жайма сен кө? Немені мен ламамы секірттің? Қайдасың? Шық бері. Жоғалып кеткен қараса, Так, маған не керек өзі? Маған керек үшін... Так, терезеден шанс бар ма? Мынаққа не тістеп кетудің осы? Мынаққа керегіміз ағаш бар ма? Мынаққа тістеп кетсек, ағаш теруге бара тұрып. Все, онда чат. Так, мынары қора істеп беру үшін бір 60 ағаш керек қой маған ше. Так, үйдің стройкасы керек емес, үйдің стройкасы бітті. Маған жос кейде келді. Не деген генеймін мен? Чат не генеймін мен айтып кетіңдер чатқа. Короче, чат қараң. Мына жерге бүйтем. Тағы стройка басталды. Мына жерге қора салып тастаймын и мына жерге гараж салам. Түсіндер ма? Мына жерге гараж бастаймын, мына жерге. Мына жерден бастап примерно гараж қылам. И оның артын ағаш сынғанша жинетпеймін. Осы ағаш сынып қалады осы бір жақындаған кезде бір. Точно жер өртен кетті ма? Ладно, жер өртен өрсін. Мына жақта орман полный жоқ болып кетсе, жазық дала болып тұрады. Ертең жылқыларын қыдыртам ғой. Точно. Не жинадыңдар өзі? Мен жоқта бірден егіп, кішкене тіршілік жасамайсыңдар ма өздерің? Мен келгем күтіп жүрмей. Алма жоқ па жеге, алма? Ойбай, әкел бер. Алма жоқ па, алма? Алманы қайдан табады өзі? Так, мына үйде жоқ осы. Сонда соқып кетейік. Ема, не мені заттар жатыр? Мусорлар екен. Так, мына жақтан бар. Осы үйде түсінбедім, осы үйдің приколын ше. Ішінде дым жоқ ғомыра. Не жинақ қоймайды тіпті. Ей. Осы лама не жейді сонда, мен түсінбедім. Кстати, лама не жейтінін білмесем де, лама не керек екенін білемін.
Қазір. Біраз нәрсе жинап тастадық, короче. Так, мынаққа ағаш жасап кетейік. Мынаны тастасам ба екен? Не бар еді тастап кетуге? Гранит жанбайды, топырақ жанбайды сірә. Ладно, тастап кетсек. Айла, точно мына жерден үшеу жанып жатыр. Так, екеуі ма тағы біреуін қойып кетейік. Так. Қандай түс әдемі? Көк әдемі ма? Фиолетовый әдемі ма? Көк дұрыс болады ғой осы. Көк дұрыс. Ойбай, менде екеуі де фиолетовый екен. Мынау кровать екен ғой, менде екі түрлі түссе. Так, үй зор қылдым ше негізі. Өзіммен ады. Мына жерден секіресің ғой. Сәл-пәл типа андай слиз сияқты жоғары көтеріліп кетеді бір секундқа. Так, бізге енді главный тірлік бүйту керек қой. Так, мынаның бәрін ағаш қыламыз. Жоқ. Ағаш қылмаймыз. Бір 12-сін бәрі қалдырып қойық. Так, қара. Так, мен мына жерден биіктігін мына жерден қылсам. Полный кетірмеңіздер ма? Көтермеймін сірә. Қор ағашы, не керегі бар андай ағаштың, мұндай ағаштың? Шитса шарбақ қылып қоймайын ба, мына жерден екеуінің арасын как раз дайын тұр. Болды, короче, решено, короче, кеттік. Бұдан бір нормально балки жасауық. 1, 2, 3, 4, 5, все нормально. Так, ладно, так. Хоп, короче. Бітті өз. 1, 2, 3. Так, ладно. Все, 24 жетеді, короче, кетті жүр. Так, не істейміз, қоран. Кстати, мен есік бар қора керек екен ма еще. Так, есік бар қоран қалай жасайтын еді? Типа, андай қора бар ғой, мынандай емес. Қайда кетті өзі. Типа, есік ашылып жап, мынау зәт. Мынау керек қой маған, кстати. Мына лақтырып тастадым мен зәт. Есік бар қоран қалай жасайды, мынаны? Типа ашылып жабылатын қол. Міне. Балға мен шеге. Так. Все. Так, тағы біреу керек. Жоқ, бітті өзі. Біреу керек. Все, короче. Яққа бір есік қам. Онда мынау керек емес қыма. Мынау керек емес. Все, короче, так, бітеміз. Қай жер қамыз, мына жерден былайынан аяқтаймыз. Мына аяғын осы жерден аяқтай саған дұрыс сияқты. Бір. Все. Міне. Все, потолок. Nereden? Так, nereden? Nereden тікесен кетсе, осы жерге түседі. Так. Нормально, короче, осы жаққа осы жерін қоямыз. Потолок. Так. Мына жерге бітейік. Бүйтіп қойған жараса ма екен? Все нормально, по идее, осылай, вот қора. Әп-әдемі қора. Так, жерге искусственный интеллект қылып жіберейік. Искусственный топырақ қылып жіберейік. Табиғаттың өзінен келген не тұру керек қой. Как будто мына ортасындағы топ нені бар ғой, су бар ғой. Соны қалдырып қою керек сияқты. Точно менде күрек бар ма? Күрек жоқ. Мен әдемі істедім негізі. Ондай ойын болмаған негізі. Бірақ байқамай істеп алдым да жаңа. Неден гениймін? Гениймін шығар, жауап беріп кетіңдерші комментке. Ешкім гениймін ба бірдеңем? Так, мынаны нәрге қойып тастаймыз. Түнде андай. Так, нәрге қоямыз да. Осыны осы жерге қоямыз.
Так, по идее мен жылқы болсам, өзім жылқы болсам, мына жерде былайына қасымда лама тұрса, мына жерде бүйтіп, мына жақта табиғат әдемі, мына жақта сол табиғат жоқ. Біздің хозяинның істеп қойып жүргені ғой, не деген адамға жолыққанбыз деп ойлайтын мен жылқы болсам ше. Типа именно менің жылқым болсам. Ортаға барамын да су ішіп аламын мына жерден. Жылқы не жейді өзі? Алма жейді ғой, алма әкеліп беру керек. Так, по идее ше. Мен жылқы болсам, мына жерде тас тұрса обиден сияқты маған. Тастың орнына ше, әйнек па қою керек негізі. Пайда мына үйді құлатам мен. Оң жақта үйді құлатам. По идее. Или нормально ма? Нормально сияқты. Кстати, мына жерге бүйтіп қойыңызшы. Мына бүйтіп қойын. Сен мына жіп байлап қоян ғой типа. Все онда. Жылқыларды осында әкеле берейік. Потом жайлап дамыта береміз. Былай дамытамыз. Ма, кстати, жігітше деп қойдым, мен әдемі қылып сөйтіп беремін деп. Мына слишком дефолтны ше, ұнамай тұр маған ше. Түк ұнап тұрған жоқ. Нормально, пока что осында тұра тұрсын, мен жайлап мына жаққа бүйтіп үлкен қылып, типа пространство қойып беремін, мына үйді құлатып ертең. Дамайын бір жеге. Так, бірінші жылқымды әкеліп алайын өзім. Мына сындырсам. Мына жаққа да бір есік жасап алайыншы айтпақшы. Жүгірші шоу. Не ойда? Кстати, маған бір ұйықтап тұру керек, қазір зомбилар келіп бір тепсе өлімде қалам. Қарны ашса бұл жерге де секіре алмай қалады екенсің ғой. Қарны ашса бәле екен мына ойында бірақ. Мына жерге как раз қолымда бар кезде істейтінші. Қолымда жоқ кезде істей алмай жүрмін. Все, болды, в принципе. Мен, кстати, менде ой болған екен ғой, мына жерді бүйтіп істеймін деген, Мына кіретін жерді бүйтіп істеймін деген ой болған екен ғой. Ұмытып кетіп ол ойды. Ладно. Оянған кезде көріністі айта алмайды екенсің мына жерде. Зор болып тұрады екен, бір қарап жүресің, секіріп. Потолок істеген, бірақ мынаны қатестеп, негізі келесі үй салатын кезде 2 емес 3 метр биік. Қатя мынаны жөндеуге болады ма? Бірақ ерініп тұрмын жөндеуге. Кстати, жылқыларым ортасына түсуге болады дейді. Түспей ақылшы. Жылқыларым ортасына түсуге болады деп. Көріп кетемін ертең. Так, аманға бар. Тач, не жейді өзі, не? Ойбай, ешім гений өкеттім жөді. Типа, жейтін бірдеңе істеп беруге бола ма аналарға? Мына зөт құйғыш дейді. Так, мынау керек. Мынау кереміз. Так, мына зөт темірге шамыз жоқ. Ладно. Осында шет жасауға керек негізі бір күні. Так. Қармақ жасап алайыншы. Менде 2 өрмекшінің тауы бар ма? Тауы осыныз бау. Так, мынау жақсы сат қой, кстати. Мынау жазатын зат жақсы сат қой. Так. Так, 6 тауы керек па? Так, все. Жазатын зат жасап алайын кез. Жазатын зат. Шүйін жасап беремей үшеу, рахат екен. Сол кетіп мен заттарымды әкеліп алайын енді. Так, шығатын жерін қай жерсем. Әрі әдем сақтап. Ой, сорлы. Так, жазатын зат. Так, сыртына жазайын. Так. Қай жеріне жазамыз? Мына жерге жазып қойған дұрыс сияқты. Ескі. Қазақша тұрған жоқ. Ескі қора. Ескі қора мынау. Так. Жебім қайда ойбай. Так, бірінші жылқыны апарайық. Немені бәлем мынау? Есік ашу қиын ба сонда? Кеттік, шақ. Шықсай, не картоп жарып атсыңдар? Шықшеш? Көке?
істеп тұрған қара. Сенкі ана қораға кіре алмай картоп жарны деп тұрсың ғой. Еба, мұна әдейі істеп тұр ма? Кеттік жүр. Все. Аяғынан келейік шорсын, сен қазір тағы кіре алмай қаларсың. Все, міне аласың ба сен? Міне аласың ба? Все, хорош. Так, ар жаққа секіре аласың ба? Ладно, нәре қойып берейін саған. Все, кетті жүр. Мен. Все, әдем. Все, родной, нормально. Так, мен саған, короче, не әкеліп берем? Не әкеліп беруің береді? Ойбай, жіп керек екен маған әлі. Родной, жіп керек әлі. Кетіп қалмашы, ма? Пожалуйста, кетіп қалмашы. Кеттік ламаны әкеліп байық. Лама екеуі бірге тұра берем әкелін. Чат сендер жазып кетіңдер, сендер типа жылқы болсаңдар, ламамен бірге тұра беретін бендер. Или тасса мен чисті жылқылармен тұрамын дейтін бендер. Сіз комментке жазып кетіңдер, сендер өздеріне жылқы болып туылғанда. Мен сендер өсіп. Кеттік, сен де түс кеттік. Түс. Как будто ламаны емес, как будто жылқыны байлақ қою керек сияқты. Канон бойынша солай сияқты. Мына жеге, мына сендердің суларың, короче, осы суды іше тұрасыңдар ғой, әма. В общем, қорларыңды әлі дамытам, уайымдамаңдар. Енді мына аяқ ладым, мына үйге кіретін проход қой, мына аяқты сындырып, в общем, зор қылып істеп берем әлі. Уайымдамаңдар, әма. На хабаре, короче. Так, мынаны істейміз. Наузет өзі. Так, не істейін деп тұрды ме? Не істейін деп тұрды? Тас керек ма? Так. Что-то алтын ба, бірдеңе алып қойту керек еді. Келесі видеода ма, или так, қанша уақыт болды видео кетіп отқанда? Видео кетіп отқанда 1 сағат болды ма? Онда бүгінгі видеода шанс жоқ онда. Келесі видеоны қашан түсіреді екен? Келесі видеоны түсіретін кезде қалай жасайтын еді? Ағаш жапқышты. Үшеу керек екен ғой, еба, тағы біреуін алып қойды. Келесі видеода бір порталға барып па, или шахтаға барып па, не жасау керек? Алтын табу керек маған. Айтпесе, шисті тастан жазылған заттармен жоқ болыр, тас ғасырындағыдай. Даже тас ғасырында бір көп зат болған жүрмін адам көрі. Қандай болып жасалатын білмейді екен мен. Так, битик, короче. Настройка. Жода, мына қақ ортаға версақ қойған қате сияқты, по-моему. Үйдің ішіне ма, сыртына ма қою керек. Так, мына жерде не қате? Мына қойған новый заттарды алып сен. Так. Так, келесі видеода мана алма табу керек, сосын ағаш-бағаш жинау керек қой. Ема, мына мұрнында тұр ғой, прикинь. Потолоксың, еба, потолок. Атың кім өзі? Сен атын кім деп қойсам екен? Негір десем қате болады, Жаңа қора. Все, жаңа қора. Зор, Зор, короче. Жаңа қора. Мынаны қайда қоямыз? Мынаны қабатын жер жоқ, принципе. Ешқайда қойып кереміз. Так, болды деймін, принципе. Полныйынан қарқып берсенші. Ақыр басақ өйтіп. Все, короче. Мен әйніктерім бар екен нақты. Ема, 2 лама болды, біреу кетіп қалды, біреу қалды. Сосын 3 жылқым болды, біреуін өлтіріп алдық. Өлтіріп алдық деп мойындайды енді ол. Өліп қалды өзінің өліммен өлді дейтінде өзі өлген жоқ қой енді. Арам кетті ол азыр. Так, 16 әйнек тауы, 16 әйнек. 16 әйнек. Біз не істейміз енді, не істейміз? Так, үй көріп бөтіп. Мен келдім. Так, мынау үйге көретін проход нормально. Мынау қорамыз. Так, қорамда жылқында не бар? Маған ер тоқым қою үшін маған бірінші алма табу керек. Алма қайдан табатын білмеймін. Алма іздеп қайтамыз келесі. Так, бұл менің үйім керек. Алдыңғы видеода істеген үйіміз. Болды-ау деймін по идее. Тым жақсы кетіп жатыр негізі выживание. Көрпенің үстіне тегірен зор ше. Мына жерден істеген көп тұр екен, мен айтпашы, оны ұмытып кетіп қалған. Мына жерден ой болған екен ғой істеген деген. Қалай істеген көп өтмеймін.
Бірақ қора сияқты бір түрлі болып кетеді сияқты көп. Кіретін жерде зор қылдым негізі ше, бірақ қора сияқты болып кетті ма кішкене. Деп жаман етемін де. Так. Бүйтіп қойсам. Мәдем тұрады. Жоқ, энергия пространство керек. Энергия пространство керек. Так. Бүйтіп жазам. Төрт ағашпен тірлігін бітірем ғой мына жерде, короче. Мына ер. Болды ғой, принципе, тірлік бітті ғой, короче. Мына нефттен мол отыр кішкене. Осыны мына жерге қойып жүрмін. Болды ғой, короче. Мына жерден бірақ құлақ көтуге болады екен, да тау тупой емес шығар, бірақ үйге келіп жатқан қонақтарды. Мына жерде алып тастай қойын. Мына жерде кішігірім не тұр екен, Nerede не то не тұр екен. Тоже алып тастай қойын. Мына жерде де кішкене пале бар екен. Все пайды. Мынаны бүйтем, короче. Ана ар жағынан тығып жібереміз, ешкім көрмейтін жерге. Ана бүйтіп жерге жатқызып қоямыз. Болды, кіретін жерді істедім. Мына жерге ешнәрсе кіреміз көп. Так, терезе қоятын жер ше. Терезе қою керек па бір жерге. Терезе. Ана терезе нефттен отыр ше, негізі мойындау керек қазір. Так. Болды ғой, короче, үйге кіретін жерді істедім. Секірем. Үйге кіріп кетем, короче. Болды, короче, кіре берісті зор қылдым. Так, мына жерді істеп тастасам бәкен деген ой тұр ше бірі. Не істеймін бірақ, сән деп датау дағанса. Болды, короче, ойбай. Кіре берісті істедім. Үй дайын, короче, үйге может болашақта тағы бірдеңелер өзгертіп барым. Ендіге кезек бізде қора, короче. Қораны келесі видеода. Жеймем нанка? Мынау істеп жүр? Голем не істеп жүр мен немде қорамда? Келесі видео план, в общем, мынандай бізде жат. Мынаны сындырам мына үйді, үлкен қылып істем қораның несін, территориясын. Ойбай, ұйықтау керек. Екі зомбидің ортасына түстен ғой бітті. Ойбай, қатып кетті. Ема, қатып кетті. Жаман қатып отырмын да. Мәш. Видео аяқ дедің кезде не өкіп кетті мынау. Заттарым бәрін дау керек. Етіңші бар, Голем, сен не істеп тұрсың мына жерде тығылып? Голем шешіп. Жамды екен ғой. Голем, қорғаймазысы ауылды шеш. Қарап тұр ғой мені, өлейін деп атқанымды. Өтіспенші құрсын. Сендердің кезірінен видео аяқ дейтін уақыт сол болып кетті. Сендердің кезірінен компьютердің алдында 1 минут артық отыруым керек екен. Темір қалышыңда шеш, абырой жоқ екен, әрең өлтіріп атыр ғой. Все, өзім луттарын бәрін жинап алдым ғой да. Все, короче, өзім луттарын бәрін жинап алдым. Анау қалып қойды, алып деген аны. Бірақ өзі күнге күйіп өлер құрсы. Все, онда үйге кіретін жер сосы код, мына жерден құлап кетуге шансы жоқ енді. Все, короче, потолок болды онда. Так, мен бірдеңем жоғалды ма осы? Пешті ше негізі. Үстіне қойсам, ашылмай қалды, нәр көп пеш. Сағандап, мына пеш, короче, айтпасам да білеттерсіңдер бақ. Все, онда чат. Қош болыңдар, короче. Қылышым қайда, кстати. Қылыш тұр екен онда. Кім кіріп шығып жүрген үйге? Голем базар жоқ адам екен, бірақ қораға кіріп алған едім да. Ладно, онда қой. Онда көп рахмет чат видео кейіндеріңе. Кеге бар. Картоп қолымызға ұстабайық.
Әйнекті не үшін алып едім мен осы? Әйнекті не үшін алып едім? Әйнекпен негізі мына жер жапқым келген, бірақ қоранікі кімнің қыпсы кетіп жатқан? Негізі әйнекті мен андай қылып істегім келген ше. Бір қалай айтсам мен болады ғой андай бір. Мына жерден бүйтіп кіреберіс қылып істеймін ба дедім, бірақ осылай типа қоранікіндей қылып істеп қойған зор кетеді екен деп ойладым ше. Енді келесі видеода план былай бізде. Үйге сәндейтін ештеңе жоқ. Мына үйдің оң жағында тұрған мына үй бар ғой, мына үй бар ғой. Соны бұзам. Кімнің қыпсы кетіп жатыр? Жителдің қыпсы ғой да кетіп жатқан главный болды ғой. Ей, жылқы, шошып кетті ме жылқы? В общем, сөйтем ғой, короче. Қорамын ұзартам келесі видеода. Басқа пландардан енді жылқының тамағын тауып қайту керек, ламаның тамағын тауып қайту керек. В общем, сөйтем ғой. Сол енді бұйырғаны болар, енді көп рахмет. В общем, бүгінгі видеоға келгендеріңе көп рахмет болғанда ғой. Өзіме пайда оқасы жоқ мен видеома рахмет айтып жатсыңдар. Смел, в общем, бақытты болыңдар. Все, в общем, видеоның осы, кровать осы, видео бітті.